Табалдырықты баспа, босаға да тұрма, керегені керме деп айтып жатады. Оның сыры неде екен? Кім болса да үйге кіргенде оң аяғымен табалдырықтан аттап сәлем береді. Келін сүргенде оң аяғымен табалдырықты аттатып, босағаның оң жағымен жүргізіп отқа май құятын дәстүр әлі сақталған. Табалдырықты аттағанда босағаның өзі екіге бөлінеді. Оң жақ еркектікі, онда күнделікті кіріп сыртқа шығатын ер адам заттар тұрса, сол жақ босаға қатындікі, онда сыртқа шықпайтын заттар тұрады. Сол себептен қапқа түскен қатындікі деп айтатыны да содан. Демек босаға табалдырық деген бір әулеттік сатыдан екінші әулеттік сатыға, немесе бір әлемнен екінші әлемге өтетін көпір, ол табалдырық. Қазақтардың пайымдауынша әлем үш сатыдан тұрады деп есептеген. Яғни аспан рухтар мекені, жерде адамдар, ал төменде жындар мен қаскөй рухтар әлемі деген. Аспандағы рухтар басынан, жердегілер белінен, төмендегілер аяғынан байлайды деген. Табалдырық дегеніміз төменгі әлем мекені, қаскүнем рухтар паналайтын әлем. Табалдырықты баспа, аяғыңды, жолыңды, бағыңды байлайды деген осыдан. Қазақтар өліп қалған төлді табалдырық астына көмген, ондағы ойы азық болсын оларға. Табалдырықтан жоғары шықпасын деген оймен. Бабаларымыз от алмаған мылтықты, қақпан, пышақты табалдырық астына тастаған. Сонда қаскөй рухтар оны оқытады, қан көп болсын деп. Аңшылыққа шыққанда қақпан да, оқ пен пышаққа да көп олжа түседі деп ырымдаған. Жаңа отау құрған жастардың шаңырағына барып, тілеу айтып, босағасын малдың маймен майлайтын ырым бар. Баяғыда Ибрахим пайғамбарымыз баласы Исмайылдың үйіне келсе, жұбайы шығады, үйге кіргізбей, Исмайыл үйде жоқ дейді. Сонда атасы, тұрмыстарың қалай десе, келіні жаман, жағдайымыз нашар, бірде бар, бірде жоқ деп жауап береді. Ибрахим сонда Исмайылге айт, мына табалдырығын ауыстырсын деп кетеді. Кейін Исмайыл келгенде жұбайы, шал келіп сені сұрап табалдырықты ауыстырсын деп айтып кетті дегенде, Исмайыл әкесінің айтқанын түсініп, әйелін үйіне апарып тастап басқа қатын алады. Жыл өте Ибрахим баласына келсе, келіні шығып үйге кіргізіп, Исмайыл аңшылықта жүр деп жауап беріп атасын тамақтандырады. Атасы, жағдайларың қалай дейді. Келіні, шүкіршілік, бәрі жақсы, бәрі бар, Аллаға мың алғыс деген екен. Ибрахим жолға жиналғанда келіні, қожайыным келсе, не айтайын ата дегенде, Ибрахим, табалдырығыңды ауыстырғаның дұрыс болыпты деп айт деген екен. Шаңырақтарыңыз биік, босағаларыңыз берік болсын ағайын.